Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекстан және бүгінгі менің әріптесім Алижан. Сәлем. Достар, бүгін біз Наруто анимесіндегі ең мықты 10 персонажды айтамыз. Ендеше біз бастайық. Достар, естеріңізге сала кетейік, бұл біздің рейтинг. Майтогай 4-ші әлемдік Шунаби соғысында Учиха Мадарға көптеген зиян келтірді. Бұл персонаждың жаттығуларына қарасаңыздар, сіздер өте қатты таң қаласыздар. Осы жаттығулармен Майтогай 8 қақпа ашты. 8 қақпа деген бұл адамның ішіндегі чакра. Біздің рейтингтегі 9-шы орында Учиха Итачи. Ол Учиха кланының ең мықты өкілдерінің бірі. Ол дана болып туылған шиноби және де көптеген тактика құрған мықты стратег. 8-ші орында бізде Учиха Шисуи. Учиха Шисуи кішкентай кезінен Итачи сияқты дана бала болатын. Ол бір шіренганымен Сусана ашты. Ол тек қана мықты емес, және де мейірімді шиноби болатын. Ол өлер алдында өзінің көзін Итачиға сыйлады. 7-ші орында бізде Джирайя. Ол өзінің командастары секілді 3-ші Хокагенің оқушысы, және де ол Жапырақтар ауылының ең ерекше тұлғасы. Джирайя бізде 4-ші Хокаге Минато Намикадзе мен анименің басты кейіпкері Наруто Узумакидің тәлімгері. 6-ші орын алатын бізде Учиха Мадара. Учиха Мадара аниме Нарутодан басынан аңызға айналып кетті. Ол өзінің досымен, кейіннен өзінің жауымен Хаширама Сенджумен бірге Каноха ауылын құрды. 7-ші орында бізде Хаширама Сенджу. Хаширама Сенджу өзінің ең жақын досы Мадарамен бірге жасырын жапырақ ауылын құрған, және де Каноханың ең бірінші Хокагесі. 4-ші орын бізде алады Хагороми мен Хамураның анасы Кагуэ Оцуцуки. Кагуэ Оцуцуки чакраның құдайы болып аталды. 3-ші орында бізде 7-ші команданың мүшесі Саски Учиха. Саски Учиха өзінің ағасының кесірінен жастайынан жетім қалған. Және бүкіл аниме бойы ағасына кек берем деп ант берген. 2-ші орын алатын бізде Кушина мен және Минато Намикадзенің ұлы Наруто Узумаки. Наруто Узумаки кіші кезінен ата-анасынан жетім қалды. Ол кішкентай кезінен 9 құйрықтың жеңшелкесі болып аталды. Сол кезінен ол адамдар одан тек қана құбыжықты көре бастады. Ал енді достар, көп күткен 1-ші орын. 1-ші орында бізде Хагорома Оцуцу. Хагоромада барлық қабілеттер бар. Сол себепті оны Наруто анимесінің ең мықты кейіпкері деп санауға болады. Достар, сіздерге осындай топтар ұнаса, онда лайк басып, пікір жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.